Assalamu алейкум құрметті достар. Бүгін сіздерге мына штангтың салмағын қалай көруге болады, сіздерге көрсететін боламын. Пікірлеріңізді жазып, лайктеріңізді басып отырыңыздар. Ең әуелі бізде өлшем бірлігін ауыстырамыз. Мына жерде менде миллиметрмен тұр. Біз килограммға ауыстырамыз. Метр, килограмм. Бірінші. Ауыстырғаннан кейін материалды таңдаймыз. Қандай материал? Бізде материалдар бөліміне өтеміз. Мышканың оң жағын басамыз. Мына жерде edit материал деп тұр, осыны басамыз. Осы жерден сіздерге осындай ұяшық ашылады. Біз екіншісін таңдаймыз. SolidWorks Materials деп тұр менде. Осыны басамыз. Осының ішінде бізде болат болатты таңдаймыз. Я болмаса ағаш болса ағашты, алюминий болса алюминий. Өзіңізге қажетті материал таңдайсыз. Материалды бастым. Басқаннан кейін енді болаттың әр түрлі бар. Легірленген болат деген сияқты. Мысалы мен біреуін таңдаймын. Кез келген біреуін бастым. Окей батырмасын басам. Міне менде түсі өзгерді, байқадыңыздар, сұры болды қазір. Енді салмағын көре аламын. Ол үшін панелдер тізімінде бізде тұрады. Масса деген бөлімді басамыз. Бастық. Мына жерде салмағын көруге болады. Салмағы менде 99-да 28 килограмм деп көрсетіліп тұр. Мысалы, жалпы салмағы. Енді біз жекелеген детальдардың салмағын қалай көреміз? Мысалы, мына дискінің салмағын көру үшін дискіні таңдаймыз. 23-те 5 килограмм. Өшіреміз. Мынаныкін көру үшін тағы басамыз. 5-те 92 килограмм. Осылай бізде салмағын көре аламыз. Егер бізге басқа да өлшем бірлікпен керек болса, мына жерден ауыстыра аламыз. Килограмм, граммға ауыстырсаңыз болады, миллиграммға ауыстырсаңыздар болады деген сияқты. Осылай. Назарға көргендеріңізге рахмет. Алла сіздеріңізге берекет берсін.